Жүріңдер, кел. Міне, мына менің кабинетім. Ана осы жерде мен отырам. Жаңаға документтерге қол қоям, бұйрық шығарам. Күшті. Ең басты алма. Немене алма? Енді анау. Қойшы, Құдай сақтасын. Айтағын айтасың береді. Отыр. Келіңіз, отыр. Ал, қандай мәселе? Мәселе онда сол. Жаңа орынмен құттықтайын деп. Бастық болған қол ұстатпай кеттіңдер ғой сендер. Жоқ, жуасың енді. Енді Мәдөш жуғанда қалай болар екен? Енді өзің білесің ғой, мен жұмыс басты адаммын ғой. Ауыл мен ауданның екі ортасына шаққылап жүрді. Күнде жиналыс бізде. Қош. Немен сылтауларың бітпей кетті? Немене абапшат етесің, сылтауларың деп. Енді анау асқан яқта жумайым деп жатыр. Менікі шын ғой енді, шын қолым тимеген соң айтам. Немене? Сен не үшін жүрсің? Мен де қайнағамды құттықтауға келдім. Рахмет, айналайын. Құтты болсын, берекелі болсын. Әумин, рахмет. Сіз бұл орынға әбден лайықсыз. Рахмет. Сөйтіп, мен ойлана келе, сізден жұмыс сұрап отырмын. Құмаш қайда? Мүмкін сізге бір хатшы қыз керек шығар. Үйде отырудан шаршадым, шынымды айтайын. Үйде отырғым келмейді. Қош, мен саған айттым ғой, фермашылар жұмыс табылады деп. Енді сіз бастықсыз ғой. Қолыңызда тұр. Енді директор екенім рас, бірақ енді көп нәрсе қолымда тұрған жоқ, келінжан түсінші. Енді? Мынандай мәселе ғой, енді мен сен жарайды жұмысқа алдым дейік, иә? Ертең сөз болады ғой, сөз. Әрине сөз болады. Бәрі сөз таситын болады. Сөз болғанда мен ешкімге айтпаймын ғой. Қалай ешкімге айтпайсың, сен мен келін екенін бәрі біледі ғой. Туысын кіргізіпті жұмысқа деп ертең бықыстады, не надо? Сөз болады. Келінжан, мені қинамашы. Жарай ма? Мәдөш. Жақсы. Жүре, кеттік. Қой, біз жүрек. Қарамашы маған. Рахмет. Қарамашы маған олай. Жүрс. Мәдөш, не істеп тұрсың? Алсаңшы, тұрғызсаңшы. Бол, кет. Жүрек, тұрсайшы. Барсаңшы. Давай, қылш. Иә. Жуасың, ұмытпа. Жақсы, иә. Тек жаным-ау. Тек жүрегімді ауыртып жібердің ғой, тек, ай. Әнде жұмысқа ала берейін ба? Жоқ ой, ертең сөз болады. Керек емес. Не надо. Бірақ шынымен секретарша керек маған. Не істесем екен, а? Мен сен іздеп жүрсің. Мұнда отыр екенсің? Қалайсың? Жақсы. Бетің не болды? Ой, бәрі жақсы. Төбелесіп қалдым ғой. Үйің, кіммен? Ой, жай, болмайтын нәрсе. Бұған бақаның қатысы бар ма? Иә. Енді бармаймын. Жеңіліп қалдым. Ақша да жоқ, жеңіс те жоқ. Асқары, бұл саған жақсылыға келмейді. Мен ол нәрсені көргем деймін. Ой, я дедім ғой, түсінікті бұл. Жүрші, балалар күтіп қалды бізді. Жүр. Сен Айдоспен жұмыс істеші кішкене. Айттым ғой. Мажан, сен Айсараның сөздерін көңіліңе алмай ақ қой. Ол білесің ғой, айтады, қояды ол. Ұнатпайды Айсара тәте, мен сол үшін келіп кесе береді. Оған ешкім жағып жүрген жоқ қазір. Туған бауырым менің өзім жақтырмай жүр ғой. Оған да үйренетін кезің болды ғой сен? Үйрендім ғой. Енді бір түрлі ғой. Қайта келіп әй-шай жоқ ұрса береді. Түсінбеймін, кімге ұқсаған? Сендер ондай емессіңдер ғой. 20 жыл баққан, соңғы 20 жылда кім баққанын көріп тұрған жоқпыз. Таза Күлімханның копиясы болған ғой. Күлімхан да бет қақтырмайды ғой ешкімге. Оған үйренетін кез келді. Оны артынан айтқанша бетіңе де айтқанын жақсы Айсараның егіз. Мүмкін, иә. Хабарластың ба мамаларға папалы екен? Иә, хабарластым. Папаң ауырып жатыр дейді, сонымен кеше ақша салып жібергем дәрілеріне. Барайын ба десем, келмей ақ қой дейді. Барып қайту керек шығарсың деді. Ойлап отыр, мен де барып қайтам ба деп. Иә, қараймын ғой дүкенге өзім қалам. Анау келсе сөйлемей ақ қой, ештеңе демей ақ қойшы, Айсара келсе.
сөйлемеймін ғой. Айтып кетеді өзі, үріп. Ол ана қылыштан, күлімханнан алмаған үшін сененге болады, білесің ба? Соған үйрен просто болды, үндемей қоя сал. Маржан деп келеді ғой. Крик жүр. Шәшік. Экран сындырғасын ба не? Жоқ. Ана бетіндегісі ма? Осы ше не отсың енді? Да. Болма. Ой, Асқартай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз аға, денсаулығыңыз қалай? Сағың қалай? Кел отыр. Жақсы. Жұмыстарыңыз қалай? Жақсы болып жатыр ма? Жақсы. Жұмыс жақсы. Дұрыс. Иә, тыңдап тұрмын. Сол балалар арасында жекпе-жектен жарыс ұйымдастырайық деп едік. Көрші ауылдан балалар шақырамыз. Соған сіздің тарапыңыздан қаржылай қолдау болса. Ой, мынау айналайын. Жақсы ой ғой мынау. Оның үстіне қазір спортқа өте керемет көңіл бөлінуде. Яға, сол ана ұтқан балаларға сіздердің аттарыңыздан сыйлық беріп жіберсек. Жарайды, оны ұйымдастырамыз. Иә, рахмет аға. Асқар. Ау. Асқар, біздің бала не істеп жүр анау? Анау мал дәрігермен кездесіп жүр ме? Білмеймін аға, хабарым жоқ. Есік көрген адам болмайды ғой енді, сөйлесші сен. Енді менің араласқаным дұрыс емес ау аға. Асқар, сен дос емес бұл. Сөйлессеші. Болмайды деп айтсашы. Көрейін аға енді. Мен асығып тұр едім, жарайды? Асқар, Рахмет. сөйлесші. Болды аға. Бір ауыз айтып көрем. Жақсы. Асқар, дұрыстап сөйлес. Дәулет, қалайсыз? О, Айдана. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Көрінбейсіз ғой. Жұмыс. Сабақ. Анау. Дәулет, ана ветеринарды айтам. Иә. Сол туралы әңгімені естідіңіз бе? Ой, Айдана. Енді сен де бастамашы. Бір рет тұрмыста болған. Ол маған лайық емес. Деген кеп тұр ғой. Лайық па сонда? Лайық? Оның маған өткен өмір маңызды емес. Оны мен қалай айтсам екен енді? Адам ретінде көрем, әйелім ретінде көрем. Бір баласы болса не болды? Үйленесіз ба сонда соған? О, келісіп жатса үйленеміз. Жарайды онда. Мен кете берейін. Бақытты болыңыздар. Айдана, тойға шақырсам келесің бе? Света, қалайсыз? Жақсымын, шүкір. Шыны керек, осы ауылда сізден басқа баратын адам жоқ екен түсіндім. Не болды? Бұрынғы күйеуім келді. Қайтадан қосылғысы келеді. Өзіңші, не ойлайсың? Өзім... Ол мені алдап кетті ғой. Содан бастап мен оған түк сенбеймін. Онда несіне ойланып жүрсің? Қызымды ойлаймын, қызымды. Қанша дегенмен туған әкесі ғой. Ай, білмеймін. Мен көріп тұрмын, сен онымен бірге болмайсың. Света, ана Дәулет деген жігіт есіңізде ма? Тренер жігіт ше. Сол жігіт маған сөз салып жүр. Ол өте жақсы адам. Алдында да бір айтып едім ғой. Жақсы жігіт. Бірақ елдің сөзінен қорқам. Елдің сөзінен несіне қорқасың? Егер қадіріңді білетін адам болса, өзің де, қызың да бақытты боласың. Қара соны. Дұрыс айтасыз. Жақсы ойланып көрермін. Рахмет, Света. Жүр, үйге. Шай қояйын. Жоқ, жұмысым бар. Жүрдім. Кейін бір жақсылап тұрып шай ішерміз.
жүгірейін. Рахмет үлкен. Келіп тұр. Кейін шай ішеміз. Жақсы. Айдана, саған не болды? Дәулет. Аман ба? Оған не болды? Кеш, отырш. Дәулет. Үйленем деді. Кімге үйленем деді? Анау, малдарды емдейтін қызға. Қалай да болса сол қызды алам деді. Ой, енді жыламашы сол үшін. Үйленсе үйлене берсін. Сен одан да күшті жігіт табасың. Болды, я жыламайын. Үйлене берсін. Ертең көреді кім жоғалтқанын. Әрине, жігіт үшін жыламай-ақ қояқшы, я? Ой, жаным. Өзің одан да әдемі жігітке ертең күйеуге шығып, бақытты боласың, я? Макияж дұрыстап алу керек, кішкене душың ағып кетті. Ешкім көрмесін жылағаның. Ох, күн күркіреп жатыр ғой, а? Жаңбыр жауайын деген. Керемет. Қалыңыз қалай, мама? Ей, Қылыш, шешеңді ұмытып кетті ме десем? Ой, жаным, анашым мен. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жақсы балалары бар ана, ешқашан қартаймайды. Жаным. Амансыз ба? Шүкір. Мынау енді қолым тие бермейді. Алаңыз директор ғой қазір. Қолым қалт ет босайға бет бірден тарттым ғой сізге. Көп шіркін-ай. Дұрыс айналайын, қызметтерің істіңдер. Иә, істеп жатырмыз. Маны міне, көрпе ма? Иә, қара шаштың көрпесі. Ой, бір қанайыптар отбасына көрпе тігіп отыр екенсіз ғой. Бір жып-жылы, жұмыс-жұмсақ көрпенің үстінде ұйықтайтын болды ғой. Иә. Қазақтың бұл салты міне. Жасауын жасап беру, ол біздің парыз балам. Иә, дұрыс айтасыз. Ой, той, мама. Ана қызымды айтам да. Асығып кеткен жоқ па? Мен әлі өзім баламын ғой. Қой, қыз мұраты кету, жолынан қалдырма. Не знаю, переживаю тегі. Алаңдайым, ойлайым. Құлым. Әрине алаңдайсың, тұңғышың ғой сен. Бақытты болсын жайды. Бақытты болсын. Айтпақшы, мен мынау директорлық бірінші айлығыма сізге бір нәрсе алып бергім келіп отыр. Қойшы маған. Жоқ, қой, еш нәрсе керек жоқ, менде бәрі бар. Болмайды, мен бір нәрсе әперуім керек. Айсараға да айтып қойдым, бірінші айлығымды шешеме берем деді. Ал, давай, не әперейін, айтыңыз. Онда қара шаштың ұзатуына маған жаңадан көйлек сатып алып бер. Көйлек? Иә. Болды. Әй, ақшаңда асылымға бер. Сол қалаға барады, таңдап өз алып береді ғой. Ау, сіздің размерлеріңіз бәрін біледі ғой? Біледі. Болды, айтайын. Айлығымды берем, бір күшті көйлек әперсін. Қымбатын алсын. Жарай ма? Бір жайнап жүріңізші бүйтіп. Бәрі көрсін. Жарай ма? Директордың анасы болып дейсің ғой. Әрине, ертең сөз қылады әйтпесе, білесіз ғой ауылды. Ау, қазан ошақтан бір керемет иш шығып тұр ғой. Тамақ дайын тұр, қазір асылым келсін. Әй, Айсараны осында шақыр балалармен бірге. Точно, қазір. Тамақтарыңды осы жерден ішіңдер. Иә, ол ішеді қазір. Айтайын. Алло. Ай, жаным ей. Айсара. Да. Әкім аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы, қалайсың? Жақсы. Кел отыр. Не болды, райыңнан қайттың ба? Ашуың басылды ма?
Акмал, мен ол тақырыпқа қайтадан оралғым келіп тұрған жоқ. Енді? Айтсыш, тиіспеш, осыған тиіспеш. Мен сізге басқа мәселемен келіп отырмын қазір. Тыңдап тұрмын. Осы бір ауылдағы ит мысықтардың барлығына вакцина ексек қалай қарайсыз? Карина ветеринар қыз айтты маған, егу керек дейді. Ей, сен есің дұрыс па? Енді сен ол қыздың жұмысын істейін дедің бе? Сенде басқа жұмыс жоқ па? Не істеп жүрсің сен? Акмаға тыңдаңызшы енді. Немене ұрыса кетесіз бірдеңе болса? Енді сен не істеп жүрсің енді? Мен сізге жақсы ветеринардың жұмысы қалды саған істемеген. Мен сізге жақсы ұсыныс айтып жатырмын. Мысалы, ертең қараңызшы, ауылда бір ауру ит біреуді қауып алса не болады? Не болады, ойлаңызшы. Мен сіздің ертең жаманатты болғаныңызды қаламаймын. Ертең сөздің бәрі сізге тиеді. Қаптап жүр ғой ауылда ауру ит мысықтардың бары жетеді. Жарайды, ойланамыз. Мен сен әпкеңе ештеңе айтқан жоқпын. Айтпай-ақ қойыңыз. Өзім айтам. Қазір кетерде соғып өтем екен. Не деген ақымақсың сен? Қойыңызшы сен. Ей! Күйдірді осылар мені. Екеуің мұңайып отырсыңдар ғой. Сендердің бір көңілдеріңді көтерейінші күшті жаңалық. Мен сендерге бір мотивационный жаңалықпен келем ғой. Осы сендерді бір өмірге қызықсын, талпынсын депші. Қандай? Арыстан әйеліне су жаңа көлік алып берді. Салоннан, салафанмен. Представляете? Бізге де жұғысты болсын. Құтты болсын. Саған қалай жұғысты болады? Күйеуің көп тиын ақша таппайды ғой. Енді ақшасы бар оның? Қайықта бар ақшасы? Жинаған ақшаларың бар ма не? Жоқ, табады ғой, көресіз осыдан. Үйтіп айтпаңызшы. Арыстан қайдан тауыпты ақшаны? Ойбай балқия, Арыстан магазинде істейді ғой, білесің ғой, оның өзінің магазин бизнесі бар, саудан дөңгелетіп отыр. Мен де істедім сол дүкенде, ондай ақша таппайды онда. Сен қолыңнан келмеген де сауда. Біреудің қолынан келеді, біреудің қолынан келмейді. Арыстан оның көзін тапты, сен көзін тапқан жоқсың, кімнен көресің? Вообще жарадей бар ғой Арыстан. Әйеліне машина алып беру деген. Ал оның әйелі қолынан келмейді. Көтеріп па? Шаруаң қанша сен? Жай сұрап жатырмын. Осы жерде айтатын сөз ба сол? Көтерді ма, көтермеді ма? Зачем саған біреуді аңдып? Жоқ, мен тілекшімін ғой, сұрап жатырмын да. Құдайдың бергені ғой ол енді. Денсаулықтар шүкір жақсы, екеуінде де ешқандай ақау жоқ. Бұйыртам десе бір-ақ күнде, оны өзің де білесің. Сенің айтатын сөзің жоқ қой сол? Мен жай сұрап жатырмын. Мен шай, тамақ бәрін қойып келейін бар. Енді сен жұмысың сол ғой, шай тамақ жасау, басқа не енді сен? Күйеуің мен екеуің сол апамның пенсиясына қарап отыр ғой. Ой, қандай күшті машина деген. Маржанға кейде қызығам. Мен Асланға көмектесем. Туба абысындықтарын жасайды. Шеттерінен шеттар ғой, шектер айланбайды. Ұрсын барып екеуін аңдайыншы мен жайында не дейді. Еңселі ер. Айдан тәте? Не? Мәңіз. Бұл не? Ғани ағай бер жіберді. Сізге берсін деді. Қоймай деген ол шәлтіренде. Әкел бер. Сізге не болды? Еш нәрсе. Онда неге жылағансыз? Әлде мама ұрыс берді ма? Ой, мамаға назар аудармаңыз. Біз мама қуат кішкене. Қош, су шаш. Енді сенің мамаң ұрыс деген деп жыламайтын шығармын. Нервыма тимеш. Қайдан білейін? Басқа не үшін жылайсыз енді? Көп сөйлей бермей, одан да мына гүлді салатын су алып бер. Енді сіз Ғани ағаймен жүресіз ба? Умаш. Неге? Ол сізге шоколад, гүл алып берді ғой. Қандай күшті. Енді бір гүл әкелдіген деп, сразу қолына ұстап кете бермейтін шығармын. Көп сөйлемей, одан да бар шай қой. Жарайды. Мамалар қайда?
Апаңдарда. Мен кеттім, киім ауыстырам. Шай қоюды ұмытпа, су шаш. Қоям ғой, қоям. Қайдағы бір бәлен жейсің сен осы бар ғой, балам ей. Жоқ, апамның не шаруасы бар біздің ұзатуда? А? Не үшін араласады? Бұл өзіміздің тойымыз ғой? Енді жанашиды да енді кішкене өзі. Жанашымайды, қылыш. Елден де ұят ұрсып уже. Қайықтың жанашығаны. Сенің кесіріңнен осы еркектігің жоқ қой, бүкіл адам сенің отбасың араласады. Қойшы тегі, не ұрақ білесің сен, айтшы маған? Болды, кафеге істейміз. Болыпты сен айтқаның осы кафеге. Болады. Саған біреу қарсылық білдіріп жатыр ма? Болады. Болсын болды. Ұрыспашы тегі, айғайлап бірдеңе болса, нервің іштеп шығасың. Қылыш, өзім тудым, өзім ұзатам болды. Бопты, сен өзім тудым деп шығат келсің бірдеңе болса тегі. Мен де присутствовать еттім ғой, мен де переживать еттім ғой бір кісі дей. Сен присутствовать етсең сөйтесің ба? Араласпа болды. Қойшы, Айсара, тегі осы дау шығармашы айналайын тегі. Немене тастап кетті мұнан бәрі маған? Алшы мұнан Кетіндерші бар, кетіндерші. Осы қатындай тегі, түсінбеймін мен бар ғой. Айсара, какай ма? Ей, жан, осы мені поверить етеді. Әкебет. Тоқташы, сорлы мынау да тегі. Тоқташы, Айсара. Әкел! Алшы мынаны, баршы шешейін. Велигің да дұрыс емес қой. 4 жыл, 5 жыл болып осы бір великпен жүргеніне. Ұстақ болды мына жер қазір. Қолым майғылым бұл қазір. Жүрді міне. Лақтырып кетейін. Тоқташы, сөйлесейікші, Айсара. Бақош, сен неге жұмыс іздеп жүрсің? Мен саған айттым ғой, ферманы үлкетем, сонда жұмыс істейсің деп. Қашан? Мен қашанға үйде пол жуып отыра берем? Жуғың келмесе жумақ қойна, балдарға қара, сабағын оқыт. Мына Асылым жүр жұмыста. Апама көмектес. Ал сен қатындармен қыдырып жүресің, е? Қайдағы қатын? Мәдөш, мені ештеңе білмейді деп ойлайсың ба? Сен ана қайнағама не үшін барып жүргенді де білемін мен. Ол қатын бірінші рет көріп тұрмын мен. Қойшы, орынсыз қызғана бені. Сонда не? Жан-жақтың бәрі ақымақ ештеңе білмейді, көрмейді деп ойлайсың, е? Жүр солай өзің жақсы болса. Жүре бер, көреміз. Қашан жүресің? Сен бар ғой, алжан келгенсің. Барда дәрігерге қарал. Қаралмайым. Ал сен осылай менен қашып кете бересің. Өйткені үшін шындық ашылады деп қорқасың, білесің бе? Уфаламай не болып кетті. Ой. Не үшін? Мен бұл ақшаны жаратамайым. Мен саған керегіңді ал дедім ғой. Аслан, мен бұл ақшаны адал жолмен таптым. Әрине төбелестім, бірақ ол да еңбек қой. Біреуді алдап, арбап алған жоқпын. Сондықтан керегіңе жарат. Аслан, уайымдамашы. Енді ондай нәрсеге жоламаймын. Шын айтам. Сенші маған? Жарайды. Ең бастысы армандарың адал бол. Сен ол үшін қаншама еңбек еттің.
жаным жүрегім, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма. Қымбатты күнделік. Дәулет екеуміздің арамызда бәрі бітті. Енді Дәулетті ұмытам. Ол мені емес, басқа қызды таңдады. Мен тағы да жалғыз қалдым. Амал жоқ. Ақ бозат мінген ханзадамды күтем. Жаралы жан едім, таптым ау сені. Таптым ау сені. Соңғы кезде жандаймыз бөтен бір-бірімізге. Алыстаймыз, іздейміз неге біз арман өзге, сезім өзге. Бұл қалада сұр ауада жалғыз сенсің, толқыта алатын, бүтін қылатын мені. Мен теңізде, сен жағада, қол бұлғашы. Жүзіп жетемін, жарып өтемін, десеңді күтемін жаным. Алмады алма бағын, су алған арал жағалауын, келеді бұрынғыдай сені мен аралағым. Тағдырдың көшелерін, кезіп өткеннің қателерін түзетіп қайтарайын өмірдің еселерін. Сен осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Шетелде жүрдім. Мен сені көп күттім. Теңіздің астындағы мөлдір тасым. Не болды? Сағынып кеттім. Келші, кеп қалды ма? Апа, мен қалаға барып келем. Салонға заттар алуым керек. Бисмилля, ойбай, қайда барам дейсің? Қалаға салонға заттар алуым. Асқар біле ма? Я, айтып қойдым. Жаным-ай. Біледі. Содан кейін сәл өніңе мен де барып шашуымды шашады. Жарай ма? Я қара шаштың тойына дейін бәрін айнап қоям ғой. Құдай қаласа. Ай, асыл. Қара шаштың тойына ақыры қалаға бара жатсың. Маған да бір көйлек ала кел. Ақшасын уайымдама. Қылышбек береді ғой. Жарайды. Өзіңе де жақсы бір көйлек сатып ал. Жарай ма? Жарайды. Ойбу, папаң мен мамаңа айта кет, тойға келсін. Жарай ма? Айтам, я. Қандай көйлек алайын сізге? Енді, Көзіңі? Иә, соған. Қарайсың өзің. Жарайды. Асқар қайтып көрінбейді ғой. Ерте тұрып жұмысқа кеткен, жарыс ұйымдастырамыз деп жүрген. Апа, мен салонға соғып кетем. Соқ. Сұлтанға қарайсыз ғой,
Енді қарамағанда мен қайда кетем? Уайымдамай қой, Сәдік деді өзі балам, жарай ба? Жарайды апа, рахмет. Жарайды, бар оғы шадым. Ойбай, көңіл күйім болмай отыр менің бүгін, ойбай. Жаным, Ана айғырды айтам да, көңіл күй тура мен сияқты. Бір нәрсемді бермей қойса отказ беретін болсам, ренжіп, көз аларып тұрады, ше. Енді оны да түсінуге болады. Анау биелерді қайбір түсіне береді дейсің. Ақыл жоқ қой. Бәрі өзіңізге ұқсаған ба? Өзім сияқты енді. Кейден де ақ жарқын күліп жүреді. Сәлеметсіз ба, Балқия? Қайсың? Сәлеметсің? Біреудің күйеуімен армандасудан шаршамадың ба? Білесің. Қойсайшы. Түсінбедің. Осындай кезде түсінбей қаласың, е? Көзің бадырайып. Бақош қойдың мен. Өз күйеуіңді тастап. Енді менің күйеуіме көштің ба? Балқия, абайлап сөйлеңіз. Сен менің аузымды жаппа! Жаппа сен менің аузымды! Асқар. Қалайсың? Не істеп жүрсің мұнда? Саған келдім мен. Бастықтар жіберді. Сенің бойың ұнады, ставкалар жақсы қойылды. Тағы бір өткізіп жіберейік. Іздеп жатыр сен. Мен ұтылып қалдым ғой. Төбелеспеймін мен енді. Олай бір ұтылғанға сынуға болмайды. Жақсы келе жаттың ғой ұрып. Бір ұлы шай ішуге түсіп қалдың, болды. Күрес дайындау керек. Болды, сонымен шығып кету керек. Мен күрес дайындайтын уақыт жоқ. Рубис ететін біреу бермейсіңдер ма? Ол енді ММА ғой. Бұл жерде күресте бар, дайындау керек. Болмайды ғой олай. Мен ММА-ды қоям болды. Бақа. Не істеп жүрсің? Мен саған емес, Асқарға келдім. Қойсаңшы, жетеді ғой. Не қойсаңшы? Қарасайшы, мен түрін қарашы. Сен айналыспасаң айналыспай қой. Басқаларда шаруың болмасын бірақ. Оған ақша табу керек, отбасын бағу керек. Араласпа. Бақа, ол сенің ақшаңсыз-ақ отбасын дұрыс асырап жатыр. Адал жолмен. Қалай адал жолмен? Сонда не, мен харам жолмен тауып жүрмін бе? Қаншама еңбек, қаншама тер, білесің ғой өзің қиын екен. Бақа, қой деймін саған. Сен неге араласып тұрсың? Мен Асқарға келіп тұрмын. Келмей қойш біздің қойыңдар. Келсем не істеп аласың? Келме деймін сен. Балалардың көзінше ежік. Не керексің? Ежікті қойыңдар сен. Не болды? Мойны. Асқар, кетші, бетін көмек қой. Мойны. Жігіттер, не істеп тұрсыңдар? Асқар, не болып жатыр? Жақсылық жақпайды екен сен, кетші. Не болды? Мен саған айттым ғой, араласпа бұндай адамдармен. Керек емес. Асқар, сенің басың істейді ма? Онымен неге байланысасың? Немен айналысатынын жақсы білесің ғой? Өткенде осымен сөйлессің деп маған ренжіп жүрген қайда? Соңғы рет болсын, түсіндің ба?
Саған дауа жоқ екен. Не болып кетті? Балалар, бүгін сендерге өзімнің авторлық әнімді орындап берем. Тыңдаймыз ба? Кеттік. Ескен самалға қарсы жүріп келесің, әсем бейнесің. Шашың төгіліп толқын, жанарың оттай, сен басылдың. Аяулы асылым келші, маған да бір күлімдеші, жайнай түс жайнашы, жаным. Өзіңді тағы да күтем, жауапсыз қалмасын бекер, жүректің бар саған сауалы. Жүректің бар саған бір сауалы. Рахмет. Жанет. 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 Good morning. Yes, Janet. Coming. Sit down, please. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. I'm fine. Жақсы, онда сабағымызды бастайық. Okay. Janet, миым ашып кетті. Кішкене бір өлең оқып берсем бола ма? I read a book for you. Please. Мен әдебиет пәнінің мұғалімімін ғой. Бір өлең. One поэзия. Ой? Жақсы. Okay. Listen to me. Сүйуге ешкім оқытпас. Оқытам десе, шақыртқыз. Ғашықтар үшін жоқ ұстаз, бәріміз түгел шәкіртпіз. Келе сезгенім көңілде достар айып көп. Сұлу бар жерде өзгенің кетеді, бәрі қайып болып. Сұлулар өте бергенде сүзіле кеп қарайсың. Әдемі қызды көргенде ақылды қызды аяйсың. Сонда сіз мені ақылсыз деп тұрсыз ба? No. Сіздің ақылыңызға көркіңіз сай ғой. Сіз в одном сүзбен. Жарайды, не буду вас смущать. Бірден сабаққа кірісейікші. Бастайықшы. Okay. Exercise, but how much? What? Homework, please. Homework. Okay. Командуйте. I'm ready.
Жаным, жаным, sen barda denizde derin emes. Жаным, жаным, özünden başka can gerek emes. Özünden başka can gerek emes. Gülgünsüz bu elim emes. Sen jokta kızlardım beri deme. Sen barda hiçbir kız adem emes. Келесі бөлімде. Ол тоба сен аферист екенсің. Бақуш, қой деме саған. Сен әйел адамдарға жеңімді ойламайды. Шынайын ба? Ойбай, аузыңды жап. Сен негізі мен ұйқыңды көре алмайсыңдар ғой. Батыр мен бұл биыл күйеуге тимейді.